Балалар, қазіргі заманда мамандықтардың түрі өте көп. Қазір заманға сай мамандық елімізде көбейген. Бүгін біз көрмеге келдік. Мамандықтардың жасайтын жұмыстары жөнінде, олардың атқаратын қызметтері жайлы танысып, көрмені аралап көретін боламыз. Қазір көптеген ноутбуктермен, компьютерлермен жасалатын жасанды интеллект арқылы түрлі ойындар бар біздің дамуымызға арналған. Солардың бірі қазір біздің виртуалды көмекшіміз біздің осындай көрмеге келе жатқанымызды естіп, бізге арнайы видео дайындаған екен. Барлығымыз соны көргіміз келеді ме? Ендеше барлығымыз назарымызды экранға аударайық. Қызылорда қаласында сыр бөбегі балабақшасы бар екен. Балабақша балалар үшін қауіпсіз әрі жайлы болыпты. Сол бақшада еркеш мектепалды тобы бар екен. Топ балаларының балабақшадағы әр күні қызықты өтуде. Табиғатты аялау мақсатында аула алдынан мейірімді қақпақтар жәшігін жасап қойған. Онда балалар құты қақпақтарын жерге тастамай, осы жәшікке жинайды екен. Оны балалар қалды. Балалар, көрдіңдер ме? Біздің виртуалды көмекшіміз жасанды интеллекттің көмегімен біздің балабақшадағы жасайтын іс-әрекеттеріміздің суретіне керемет осындай мультфильм дайындапты. Сендерге ұнады ма, балалар? Балалар, бұл жер смарт терминал орталығы деп аталады. Бұл жерде біздер 1-ден 10-ға дейінгі сандар аралығында қамтылған ойындар берілген. Осы жерде осы терминалды қолдану арқылы біздер өзімізге керекті ойындарды ашып, әрі қарай жалғастыратын боламыз. Түсінікті ма? Ал келесі ойын оларына қарай жылжиық. Балалар, бұл жерде бізде бағдарламашылар орталығы деп атаймыз. Онда біздер жасанды интеллекттің көмегімен өзіміздің қиялымыздағы эко қалашықты құрастырып шығатын боламыз. Бұл жерде мультипликатор орталығы деп аталады. Күндей Мұхтарқызы, бұл жақта біз не істейміз? Балалар, біз бұл жерде жасанды интеллект виртуалды көмекшінің көмегімен өзімізге ұнайтын ертегі кейіпкерлерінің суретін жасап шығатын боламыз. Сендерге қызық болып тұр ма, балалар? Біздің кезекті көрмеміздің бірі IT зерттеуші деп аталады. Бұл жерде жасанды интеллекттің көмегімен біз түрлі зерттеулер жасайтын едіміз. Түсінікті ма? Балалар, біз осымен өзіміздің көрмемізді бір аралап шықтық. Яғни де осы мамандықтар иелерінің іс-әрекеттерін көрдік. Енді әрі қарай осы мамандық иелерінің іс-әрекетін жасап көргіміз келеді ме? Қазір өзімізге ұнап тұрған, қайсысын жасағын келіп тұрған ойын алаңдарына жайғасыңдар, өздеріне ұнаған. Балалар, бұл жерде бізде смарт терминалда 1-ден 10-ға дейінгі сандарды салыстыруға арналған, және де теңестіруге арналған, сонымен қатар қаржылық сауаттылықты қалыптастыруға арналған 3 түрлі ойын берілген. Және ойын соңында кімнің қанша ұпай жинағандығы көрінетін нәтижесі де берілген. Ойынды әрі қарай ойнап жалғастыра берсек болады, иә? 1, 2, 3, 4. Керемет, Әлбек жақсы орындап жатыр. Ойнаймыз. Ayım, dostum, Nazat ne үшін керек екенін білесің бе? Біз тереңге шыққанда көбелектерді ішіне салып зерттейтін құрал. Ал мына Азат ше? Мен шамалы отырмын. Бізде виртуалды көмекші бар, соған сұрап көрейікші. Жарайды. Суретте не бар?
Бұл жерде бұл кішкентай пластикалық күрек балаларға арналған, оның ағаштан жасалған тұтқасы бар және ойыншық құралдар жиынтығында қолданылады. Егер де тағы сұрақтарың болса, айтыңдар. Айел, бұл құрал неше екенін есіңе түсірдің ба? Иә, бұл жылыжайда қолданатын біздің күрек. Әлинұр қызанақты отырғызушысын. Топырақты саламыз ба, әлде суды қоямыз ба? Бізді топырақты саламыз. Жо, тоқтаңдар, бұның жауабын тексеріп көрейік. Қызанақты қалай отырғызу бізге көрсетші. Жақсы, мен қазір көрнекі түрде көрсетуге тырысамын, сендерге көмектесемін. Қажет болса, айта беріңдер. Содан кейін топырақты құйып, өсімдікті мұқият орналастырып, үстінен топырақпен жабу керек. Соңында жақсылап суарып, жарық жерге қою керек. Егер қандай да бір сұрақтарың болса, қуана жауап беремін. Естідіңдер ме, қызанақтың қалай салатын? Бірінші топырақты саласыңдар. Достар, енді осы қызанағымызды суарып, баптап, құмын ауыстырып, өсімдіктерге қамқорлық көрсетуіміз керек. Достар, маяқта ертегілер көп екен, соның үстінен бізге ұнаған ертегілерді суретін салайық. Қараңдар достар, түйенің суретін шығарып берді. О, астарының түрін шығарайсыға әдемі екен. Вау, достар, қараңдарсы. Қандай әдемі арыстан шықты, иә, біздің аянатта, иә? Иә. Вау, қандай әдемі. Балалар, бұл жерде қазір біз жасанды интеллектті қолдана отырып, өзіміздің виртуалды эко-қалашығымызды құрастырып шығатын боламыз. Ол үшін балалар бізге мына жерден канвас құрылғысын басып, эко-қалашықты құрастыр деген жазуды жазып шығамыз. Менде мына жерде осындай қалашық түрі пайда болды. Ол жерге мен өзім қалаған саябақтарды өзім қалаған жерге орналастыра аламын. Ол жерге үйлер орналастырамын, ғимараттар орналастырамын. Және бізге көбірек жасылдану, яғни ағаштар, талдар керек, иә? Енді сендер де қандай қалашық құрастырып жатқандарыңды көрейік, иә, балалар? Күн пайрелер үйдің үстіндегі тұрған. Мен ғимараттар істедім, үйлер істедім, талдар істедім. Балалар, жаңа біз бейнематериал тамашаладық, иә? Қалай ойлайсыңдар, біздің бейнематериалда не жайында айтылған екен? Суретші, мамандығы, дәрігер, Полиция. Зере, сендер қандай ойын алаңдарында болдыңдар? Біз IT көрмеде ойнадық. Біз жасалы интеллектімен көмек сұрадық. Зерттеулер жасадық. Зерелерге қошемет жарайды. Күнде Мұхтай қызы біз жасанды интеллектімен зерттеулерді Аң патшасы арыстанды жасап, иә, біздің аянат жайлайсыз? Виртуалды көмекшінің арқылы түйенің суретін салдық. Біз эко-қалашық құрастырдық. Үй, тал құрастырдық. Күн құрастырдық. Су құрастырдық. Мен қызанақты құмға салып
19'ым. Алина енді оған су құйып, жапырақтарын сүртіп, күтім көрсетіп тұруымыз керек, баптап тұруымыз керек. Балалар, бүгінгі біздің көрменің ішіне кімге қандай жаңашыл мамандық иелері ұнады? Өскенде осы бүгінгі көрген көрмелердің ішінен қайсы мамандықты таңдар едіңдер? Зересе кім болғың келеді деді? IT зерттеуші болғым келеді. Қасиет бізде бағдарламашы болғым келеді дейді, иә? Ал осындай заман талабына сай, қашанда ізденіске құмар балалар болып өсуге әрқашан талпынуымыз керек. Солай ма балалар? Иә. Бүгінгі ойын алаңдары ұнады ма сендерге? Иә. Ендеше жарайсыңдар.